Ассаляму алейкум қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін оригинал тесто мен оригинал соуспен пицца дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Соусты видеоның соңында көрсетемін қалай жасалу керек екенін. Бізге қажетті өнімдер: тестомызға жылы суға осылай дрожжымызды салып, аштығымызды қозғап шетке алып қоямыз. Кішкене көтерілу қажет. Енді табағымызға қажетті ұнымызды саламыз. Сұйық май құямыз, или оливковый масло құйсаңыздар да болады. Жаңағы дрожжымызды шетке алып қойған көтерілді, суын саламыз, су құямыз, қамыр илейміз, жұмсақ қамыр. Оригинал тестомызда қамыр илеп жатып тұз салады. Менде қамыр илеп жатып тұзды салдым. Енді қамыры керемет, әдемі шықты пиццаның. Осы әдіспен жасап көріңіздер қыздар. Жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болып, 1-2 сағатқа бетін жауып шетке алып қоямыз. Міне қамырларымыз дайын болды, кішкене көтеріліп. Енді бұл қамырдан, бұл тестомыздан 6 штук пицца шықты. Осылай 6 зуалаға кесіп алдым, бәрін бірдей етіп теңдей. Осылай домалақ зуала жасап, тестомыз домалақ тегіс шығу үшін зуаланы әдемілеп домалақтап аламыз қамырды. Дайын болған қамырларымызды осылай бір ыдысқа салып, шетке алып қоямыз. Бетін жауып, кішкене көтерілу керек. Және де пиццаның бетіне салатын заттарымызды турап дайындаймыз. Маргарита мен пепперони пісіремін. Мен соған қажетті өнімдерді турап алдым. Өз қалауларыңыз бойынша турасаңыздар болады. Өз қалаған заттарыңызды салсаңыздар да болады пиццаға. Міне қамырымыз көтеріліп дайын болды. Енді әдемі етіп домалақ етіп жайып шығамыз. Қолымызбен шет жағын кішкене биіктеп етіп қалдырамыз, соус ағып кетпес үшін. 32 сантиметрлік, 25 сантиметрлік пицца пісірдім. 33 сантиметрлік пицца кішкене жұқалау болып қалды. Маған 25-28 сантиметрлік пицца ұнады. Қамыры жұмсақ, әдемі болып шықты. Мына пиццамыз 33 сантиметрлік. Осылай әдемі етіп жайып аламыз, домалақ етіп. Шет жақтарын қалдырамыз, қалыңдау етіп, соус ағып кетпес үшін. Міне оригинал соусымызды жағып шығамыз. 5-6 қасық. Осылай тегістеп жағып аламыз соусымызды. Енді маргаритаға қажетті өнімдерді қоямыз бетіне. Маргарита пицца сырмен, помидормен жасалынады. Балалар жақсы көріп жейтін. Енді екінші пиццамыз пепперони. Пепперониға негізі копченый колбаса қосады. Мен енді вареный колбаса қостым. Сіздер өз қалауларыңызбен қалаған затты қоюға болады пиццаның бетіне. Міне пепперони пиццамыз. Маргарита пицца дайын болды. 8-10 минутта дайын болады. Пісіп пицца. Жұқалау болды. Мына 33 сантиметрлік пицца. Пепперони пиццамыз да дайын болды. Дәмі керемет шықты енді қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мына пиццамыздың сантиметрі 25 сантиметр. 25-28 сантиметр. Келесі пиццаларды үйдегі бар затпен бетін әрлеп пісіріп алдым. Пиццамыздың
бетіне соусын құйып, керекті заттарымызды қойып болған соң, сұйық май немесе оливковый масло құйып шығыңыздар, қыздар, міндетті түрде. Сонда соусымыз кеуіп кетпей әдемі болып піседі. Пиццаның соусы қатты болып қалмайды. Міне қыздар, бетіне май құйған соң осындай сочны әдемі болып тұрады. Соусымыз кеуіп кетпейді. Міндетті түрде сұйық май құйып шығыңыздар. 25 сантиметрлік пиццамыз. Қыздар, енді оригинал соусқа керекті заттарды көрсетейін. Қалай жасалу керек екен: базилик, қант, тұз, ақ май, помидор. Помидордың сыртын ашып алдым. Және де 4-ке бөліп, блендерде майдалап езіп алдым. Қалған ингредиенттерді сосын салып, тағы да бір айландырып аласыздар. Ол жер менде видеода түспей қалған екен. Кешірім сұрайым. Міне өстіп помидорды езіп аламыз да, қалған ингредиенттерді салып, тағы да бір айландырып аламыз блендермен. Сонымен оригинал соусымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын, қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Кәдімгі пиццериядағыдай пиццаның дәмі шықты. Дәмді болып. Каналыма тіркеліп, комментария жазып, қоңырауша баса кетіңіздер.